Сәлем құрметтім, бүгін мен сіздерге өте жұмсақ керемет тоқаш яғни булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен мен каналыма тіркеліп пікір жазып қоңыраушаны баса кетіңіз. Алдағы уақытта рецепттердің бірінші болып көру үшін. Кетті ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар, керемет рецептпен бөлісемін. Яғни бір жасағандан осындай жұмсақ керемет булочка жасайтын боласыз. Бізге алдымен жылы сүт керек болады, 250 мг. Оған үй жағдайында еріп тұрған сары майымыз керек болады. Жақсылап араластырамыз. Естеріңізде болсын, сүт қатты ыстық болмау керек. Орташа температурада жылылықта болу керек. Келесіде бізге бір кесе шекер жақсылап араластырып ертіп аламыз. Тұз саламыз, біраз қасықтай жақсылап араластырамыз. Оны да бір жұмыртқа, оны да жақсылап араластырамыз. Барлығын бір келке етіп араластырамыз. Келесіде ванилин саламыз. Ванилин міндетті емес, қалауыңызға қарай. Бірақ ванилин де керемет дәм беретін болады. Келесіде дрожжи мен разрыхлителімізді қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Видеода байқасаңыздар, дрожжиміз көтеріліп жатыр. 450 грамм ұнымызды біртіндеп сала отырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Естеріңізде болсын, қамыр қатты болып қалмау керек. Қатты болған жағдайда булочкамыз жұмсақ болмайды. Біріншіден жұмсақ болмайды, екіншіден көтерілмейтін болады. Жақсылап араластырып қамыр илейміз. Көріп тұрғандарыңыздай. Міне қолға жабысатындай жұмсақ қамыр шықты. Жан-жағын бәрін реттеп жинап аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай. Сосын бетін жауып жылы жерге орап қоясыздар. Қамырымыз ашып дайын көтерілді. Қолымызға майды жыға отырып, екі бөлікке бөліп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай көз мөлшермен өлшедім. Өзіңізге керек етіп, бірдей мөлшерде бөле берсеңіз болады. Барлығын жақсылап бөліп аламыз. Осылай ұзыннан етіп созып, екі саусағымыздың көмегімен екіге қайырып, осылай жасап, булочкамыздың формасын шығаратын боламыз. Міне 10 минутқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілу керек. Бізде 10 минут өтті. Қамырымыз дайын. Табаңызды майлай отырып, 200 градуста алдын ала қызып тұрған пеште пісіріп аласыз. Бетін міндетті түрде жұмыртқаның сарысын жағасыз. Менде бір жұмыртқа, оған бір шай қасық сүт қоса отырып, жақсылап араластырып, бетіне қалауыңызға қарай мак немесе күнжіт себуге болады. Міне осымен булочкамыз дайын. Жасап көріңіздер, өте жұмсақ әрі ерекше болады. Ас болсын. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алла сізге разы болсын. Мен сізді каналымда күтемін.